Қайырлы күн, құрметті талапкер. Бүгін мен Қарағанды Тау-Кен индустриалдық колледжі мамандықтары бойынша экскурсия өткіземін. Сонымен біздің колледжда қандай мамандықтар бойынша білім алатынын сіздермен бірге білетін боламыз. Кеттік. Экскурсиямызды дәнекерлеу ісі мамандығы бойынша бастағым келеді. Біз электр газбен дәнекерлеушілерді дайындайтын зертханада тұрмыз. Сіз студенттердің 3D дәнекерлеу технологиясының тренажерінде қалай жұмыс істейтінін көресіз. 3D тренажерларының көмегімен олар дәнекерлеудің барлық түрлерін және барлық кеңістік позицияларын үйренеді. Сіздермен бірге бақылайық. Енді мен сізге оқу шеберханаларында өндірістік оқыту сабағының қалай өткізілетінін көрсеткім келеді. Кеттік. Колледж базасында дәнекерлеу технологиялар құзыреттілік орталығы бар. Колледж жас маман жобасына қатысады. Сондықтан барлығы заманауи жабдықтармен жабдықталған. Сіздерге өндірістік оқыту өтетін оқу шеберханасын көрсеткім келеді. Мен сіздерге бірінші мамандықты көрсеттім. Бұл дәнекерлеу ісі. Әрі қарай бірге жүріңіз. Біз сіздермен ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану мамандығы бойынша біліктілігі құрылыс жұмыстарының әрлеу шеберін дайындалатын зертхананың бірінде орналасқанбыз. Өз сабақтарында студенттер гипстен бұйымдар жасайды, 3D картиналар жасайды. Сонымен қатар интерьерді көркемдік безендірумен айналысады. Және мамандық бойынша әрлеу жұмыстарының барлық түрлерін орындайды. Міне біз технологиялық процестерді автоматтандыру және басқару мамандығының бақылау өлшеу аспаптары мен автоматикаға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі слесарь біліктілігі бойынша слесарьге келдік. Слесарь Кипия бұл әмбебап маман. Ол басқарудың автоматтандырылған жүйелерін реттеумен айналысады және күрделі бақылау өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін түсіреді. Жабдық ақаулы болған жағдайда кип маманы кез келген өлшеуіш сенсорының жұмысын реттейді. Сабақта студенттер стендтармен жұмыс істейді, электр тоғының кернеуін өлшейді және монтаждау жұмыстарымен айналысады. Мұның бәрін сіз бізге технологиялық процестерді автоматтандыру және басқару мамандығының бақылау өлшеу аспаптары мен автоматикалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі слесарь біліктілігі бойынша оқуға түсіп үйрене аласыз. Міне ғажап. Енді мен сіздерге колледж қабырғасында дайындалатын тағы бір мамандықпен таныстырғым келеді. Мамандық электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану деп аталады. Мұнда сіз бірден екі біліктілікке ие бола аласыз. Біріншісі жер асты электрослесарі, екіншісі электр жабдықтарын монтаждаушы. Өндірістік оқыту бізде екі бөліктен тұратын нағыз оқу шахтасында өткізіледі. Ол екі бөліктен тұрады. Біріншісі мұражай, көріп тұрғандарыңыздай. Екіншісі бұл нағыз оқу шахтасы. Сіздермен бірге барып көрейік. Ал енді сіздермен бірге оқу шахтасына бірге түсейік. Ал оқу шахтасында не бар екендігін студенттеріміз сіздерге айтып береді. Бірге барайық. Сәлеметсіз бе? Сіздермен бірге ESP2D22 тобы. Біз жерасты электрослесарі біліктілігі бойынша Қарағанды Тау-Кен индустриалды колледжінің студенттеріміз. Біздің міндетіміз шахтада жөндеу жұмыстарын жүргізу, орнату жұмыстарды жүргізу және қауіпсіздік техникасын қадағалау. Бізде колледжде біз оқитын оқу шахтасы бар және біз сіздерге техникаларды көрсетеміз.
Қазіргі уақытта біз электр жабдықтарын монтаждаушы дайындайтын зертханада тұрмыз. Электр жабдықтарын монтаждаушы бұл әртүрлі электр желілерінің электр жабдықтарын монтаждау және жөндеу жұмыстарын жүргізетін маман. Бірге бақылайық.